Бірінші дәріс конфликтологиялық ойлардың қалыптасуы мен дамуы, қақтығыс түсінігі. Конфликтология бұл қақтығыстарды зерттейтін ғылым. Ол адамзат қоғамының дамуымен қатар қалыптасып, өзінің ұзақ та күрделі жолында көптеген өзгерістерді бастан кешірді. Жалпы бұл дәрісте біз конфликтологиялық ойлардың ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі даму кезеңдерін қарастырамыз. Ежелгі өркениеттердегі қақтығыстарға көзқарас. Ежелгі Грецияда Гераклит қақтығысты әлемнің қозғаушы күші ретінде қарастырса, Платон мен Аристотель қоғамдағы қақтығыстарды мемлекеттің құлдырауына әкелетін теріс құбылыс деп санады. Ал ежелгі Қытайда Конфуций әлеуметтік келісімді, ал Цунцзы соғыс өнерін зерттеді. Ежелгі Римде Цицерон мен Сенека қақтығыстарды шешуде құқықтық нормалар мен моральдың рөліне назар аударды. Жалпы бұл кезеңде қақтығыстарды философиялық және діни тұрғыдан зерттеген. Орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуіріндегі конфликтологиялық идеялар. Орта ғасырда теологиялық көзқарастар басым болды. Қақтығыстарды Құдайдың жазасы немесе жамандық күштерінің әсері ретінде түсіндірді. Августин мен Фома Аквинский әділ соғыс идеясын дамытты. Ал қайта өрлеу дәуірінде дүниетанымдағы өзгерістер мен қақтығыстарға рационалды көзқарас қалыптаса бастады. Макиавелли падишах еңбегінде билік үшін күресті және оның әдістерін талдады. Қақтығыстарды саяси мақсаттарға жету құралы ретінде қарастырды. Жаңа заман философиясындағы қақтығыс теориялары. Томас Гоббс адамның адамға қасқыр екенін айтып, мемлекеттік қақтығыстарды болдырмаудың кепілі деп санады. Джон Лок қоғамдық келісімшарт идеясын ұсынып, қақтығыстарды шешуде ақыл-ой мен келісімнің рөлін атап өтті. Жан-Жак Руссо қақтығыстарды қоғамдық теңсіздікпен байланыстырып, оларды әлеуметтік өзгерістердің нәтижесі деп білді. 19-20 ғасырлардағы әлеуметтік және саяси қақтығыстарды түсіну. Қақтығыс туралы осы 3 тұлға өз пікірін білдіріп кеткен болатын. Карл Маркс қақтығыстарды таптық күреспен байланыстырып, қоғамдық дамудың негізгі қозғаушы күші ретінде қарастырды. Макс Вебер қақтығыстарды билік, мәртебе және ресурстар үшін күрес ретінде түсіндірді. Георг Зиммель қақтығыстардың позитивті функцияларын, олардың қоғамдық бірлікті нығайтудағы рөлін зерттеді. Қазіргі конфликтологияның негізгі мектептері мен бағыттары. Құрылымдық функционализм қоғамда өзара байланыс элементтер жүйесі ретінде қарастырып, қақтығыстарды жүйенің теңгерімсіздігі ретінде түсіндіреді. Интеракционизм қақтығыстарды адамдардың өзара әрекеттесу процесінде туындайтын құбылыс ретінде зерттейді. Трансформативті конфликтология қақтығыстарды тек шешу ғана емес, сонымен қатар оларды оң өзгерістер үшін пайдалануды ұсынады. Жалпы осы 3 бағыт психологияда, әлеуметтік психологияда, саяси және экономикалық конфликтологияда қарқынды дамып келеді. Қақтығыс бұл екі немесе одан да көп тараптардың мүдделері, құндылықтары немесе мақсаттары қарама-қайшы келген жағдайда туындайтын қарама-қайшылықтардың шиеленісуі. Оның түрлері тұлғааралық, топтық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, саяси және халықаралық. Қақтығыстың негізгі элементтері субъектілер, яғни қатысушылар, объект, тартыс тудыратын нәрсе, орта, қақтығыс болатын жағдай және қақтығыстың динамикасы, оның ішіне біз туындауын, дамуын, шешілуін жатқызамыз. Бірінші дәрісті қорытындылайтын болса, конфликтологиялық ойлардың қалыптасуы мен дамуы адамзаттың өзін-өзі түсіну және қоғамдық өмірді жақсартуға деген ұмтылысының көрінісі болып табылады. Қақтығыстарды зерттеу, оларды тиімді басқару және шешу дағдылары қазіргі таңда өте маңызды. Болашақта конфликтология жаһандық мәселелерді, мысалы климаттың өзгеруі, кедейлік, миграция және жаңа технологиялардың дилеммаларын талдауда маңызды рөл атқарады.